Қайырлы күн, қадірменді көрермен, эфирде Сырласайық бағдарламасы хабарын жүргізушісі мен Жанерке Халиолла. Бүгін біздің қонақжай студиямызда қонақта балалар жазушысы, әдебиет сыншысы Елдос Тоқтарбаев. Студияға қош келдіңіз. Қош көрдік. Елдос аға, енді осы балалар жазушысыз, біраз еңбектеріңіз бар. Балалар әдебиетінде қалам тербеп жүрген жазушылар неге сирек? Балалар тақырыбы, балалар әдебиетіне шығарма жазу оңай емес. Өйткені бала әлемдегі ең байқағыш, ең таза, шынайы халық. Оларға өтірік айтуға болмайды. Олардың таным түсінігіне сай нәрсені жазу оңай емес. Жеткізе білу оңай емес. Жеткізе білу оңай емес әрине. Қазір балаларға қызықты шығарма жазу өте қиын. Өйткені қазір таным өзгерді. Бала қазір туа біткен сәттен қолына телефонды алған кезде сіз бен бізден артық басқара алады. Өйткені байқағыш, тез көреді. Сондықтан баланың өзінің тіліне, өзінің ұғымына сай шығарма жазылмай жатса, және мемлекеттен қолдау болмай жатса, балалар әдебиет дамымайды. Одан кейін балалар жазушысы болу қазіргі уақытта мақтаныш па? Балалар жазушысымын деп айтуды кім біледі мысалға балалар жазушысымын? Балалар жазушысының аудиториясына баланың арналған шығармаң жетпей жататын болса, үлкендер қайдан біледі мысалға? Өйткені балаларға арналған біздің кітаптарымызды үлкендерге арналған кітаптар сияқты қылып, сапасыз, мәнсіз шығара салады. Ал балаларға арналған кітаптар суретті, жазу әрі, түрлі түсті қызықтыратын болу керек. Бізде ондай дизайн, полиграфия бар ма? Бұл үлкен шаш-етектен келетін мәселе. Сондықтан балалар жазушылар бар, жоқ емес бізде. Бірақ оларды қоғам танымай жатыр. Оларды өздерін таныта алмай жатыр. Танытатын себебі баспа дұрыс емес, суретші, дизайнерлер, иллюстраторлар, аниматорлар болмай жатыр. Содан кейін олардың еңбектері мультфильмге айналмай жатыр. Ал совет заманында пропаганда болды, әдебиет насихаттың, саясаттың құралы болды. Сол кезде шығармалар жазылды. Және бірден экранизация мәселесі де болды. Ал қазіргі уақытта балалар әдебиет тұрмақ, үлкендер әдебиетін, көркем әдебиетке көңіл бөлініп жатқан жоқ. Ал көңіл бөлініп жатпағаннан кейін балалар әдебиет туралы сұрақ қоюдың өзі парадокс. Түсінікті. Елімізде балалар әдебиетінің дамуына тағы да не істеу керек? Балалар әдебиетін дамыту үшін, балалар әдебиетінің аудиториясын кеңейту үшін министрлік, мектеп барлығы бірге жұмыс жасау керек. Жазушылар менен балалар суретшілері, дизайнерлер, аниматор, режиссерлар бірге жұмыс жасап отырып көрсету керек. Біздің тарихымызда үлкен ұлттық кейіпкерлер бар, төл қаһармандарымыз бар. Соларды жаңғырту керек. Голливудтың мысалға ұсқынсыз мультфильмдеріне, фантастикалық, ғажайып дүниелеріне балалар қалай телміріп қызығып отыр. Сол сияқты біздің де тұлғалардың өмірбаянымен керемет нәрсе жасау керек. Бірақ ол қаражат талап етеді. Балаға біз инвестиция құюымыз керек. Өкінішке қарай бізде балаға инвестиция ешкім құйғысы келмейді. Балаларға арналған басылымдар бар. Ақжелкен, Мөлдір бұлақ, Ұлан, Әйгөлек, Балдырған. Бұлардың қазір таралымы аз. Бұл газетті журналдар қалт-құлт етіп әрең отыр. Ал оның авторлары бар. Ол авторлардың контенті бар қаншама. Сан ғасырлық тарих. Соның өзінің гүл балаларға арнап YouTube каналын жасауға болады. Балаларға арнап мықты сайт жасауға болады. Сол 50 жылдық тарихы бар Балдырғаннан, 100 жылдық тарихы бар Ұлан мен Ақжелкеннің бұрынғы ескі нөмірлері мен бүгінгі нөмірлерін синтездей отырып, қазақ баласының порталын жасап беруге біздің министрлік қауқарсыз болып отыр ғой. Яғни ел болып осыған кірісуіміз керек. Бүгін өзінің төл басылымын оқымаған, өзіне арналмаған газет журналды, өзіне арналған дүниені оқымаған бала ертең өсе келе үлкен газет журналдарды оқымайды ол. Мойын сүртпей қарамай, кәдімгі менсінбей тұрады. Өйткені бала күнде ол оқымаған. Біз балаға арнап инвестиция, капитал құйып жатқан жоқпыз. Болашағымыз ойлап жатқан жоқпыз. Біз бүгінмен ғана шектеліп жатырмыз. Бүгінге керек бір шоу жұлдыздардың концертін жасаймыз. Бүгін ертең ақшаны игеріп алу үшін бір топырлатып бір нәрсені істейміз, бірақ ол құмға су сепкен сияқты. Ешқандай нәтиже жоқ. Сондықтан біз артта қалып қалдық осы тұрғыдан. Кейбір ата-аналар айтып жатады, балаларымыз қазақша журналдарды оқығысы келмейді, оларға орысшасы қызық. Орысша кітаптар қызық, орысша мультфильмдер қызық, тіпті қазақша мультфильмдерге де аса бір қатты қызықпайды деп. Бұған себеп не деп ойлайсыз?
Ол үйдегі тәрбиеге байланысты. Баланың тілі қай тілде шықса, сол тілге қызмет етеді. Үйде орыс тілінде тәрбиелеп, адам болатын болсаң, орысша сөйле деген біздің қоғамда бір принцип қалыптасып қалған. Бұл құлдық санадан арылмаған, құлдық психологияның етегінде жүрген, өзі құл болған, баласында құл қылған адам. Тәуелсіз Қазақстанның әрбір ата-анасы баласының болашағын ойласа, қазақша оқыту керек еді, қазақша кітап жазып алып беріп, қазақша газет журналдар алып. Біздің қоғамда мен бірде-бір ата-ананы көрмеппін, баласымен бірге баспалар үйін аралап, кітап дүкендеріне барып, газет журнал алып, оқып, талдап отырған. Өзі оқымағаннан кейін баласы қайдан оқиды? Баласына өзі үлгені көрсете алмай отырған ата-ана. Бала көргенін жасайды ғой. Әрине. Сондықтан қазақ айтады ғой, алма ағашынан ұзаққа түспейді деп. Өзің қандай болсаң, балаң сондай болады. Сондықтан балаңа ренжудің қажеті жоқ. Өзі кінәлі. Өзі оқыту керек. Неге оқымайсың, неге кітап қызықпайсың деген секілді. Түсінікті. Балалар жылы болды ғой бізде. Балалар жылында қоғамдағы атқарған істер сіздің көңіліңізден шықты ма? Балалар жылы деп жариялады, бірақ соңғы қаңтар оқиғасыменен ұласып, елдің балаға тұрмақ өзіне көңіл бөлетін деңгейі болған жоқ. Қаңтар біздің жүрегімізге жара болып кетті. Қаңтар біздің шеріміз, мына 30 жыл бойы жарылмай тұрған шиханды жарып жүрген сыздауықтың бетіне шыққан сәті болды. Балалар жылы деп бір жылға арнауға болмайды. Балаларға әр күнімізді, әр жылымызды арнауымыз керек. Балалар жылы деген кез келген уақыт. Бала конвенциясы деген бар. Біз баланы қорғауымыз керек. Бала адам капитал, яғни Қазақстанның конституциясында Қазақстанның байлығы адам деп тұр, адам ресурсы. Егер адам ресурс деп балаға қарайтын болсақ, біз баланың жағдайын жасауымыз керек еді. Бізде өкінішке қарай Қазақстанда балалар көретін балапаннан басқа канал бар ма, телеарна? Балапан деген қай жасқа арналған? Балапанның өзі шектеуі бар ма? Мысалға, балапанды тілі шыққан бала көре ма, әлде бастауыш сынып баласы көре ма? Балапанның ішіне бүкіл контентті әкеп тастаған, оны қай балаға көрсететініңді білмейсің. Әр уақыттың баласына жеке қою керек. Бастауыш сынып баласына бір канал ашып беруіміз керек еді, балабақшаның каналына бір бөлек жасап беру керек каналын. Одан кейін мынау мектеп жасындағы баланың өзінің. Ал біздің балаларды қазір YouTube тәрбиелеп отыр. Мынау неге орыстың Маша Медведін көп көреді? Өйткені Маша Медведь доступный, кәдімгі қол жетімді. Ал бізде сондай қол жетімді мультфильмдер бар ма? Анау Шымкенттік бір киностудия Қошқар мен Теке дегенді шығарды, рейтинг қоғамда көтеріп әкетті. Оның ішіндегі әзіл, ана Қошқар мен Текенің сөйлеп отырған бүгінгі баланың тілі. Олар нарыққа сұранысты көрсете білді, бірақ оны қолдаған кім бар бізде? Үкімет қолдаған жоқ. Егер үкімет сол сияқты бір 100 мультфильм түсіріп тастасын, тездетіп ақшаны бөліп, қарамай, біз құлқынымызбенен жегенде түйені түгімен пойызы вагонымен жеп жатырмыз ғой. Жеп тойған шығармыз. Енді артымыздағы елді, баланы ойлайтын болсақ, онда сол жеген ақшаның балаға салуымыз керек еді. Қазақта талай байлар бар, соған ақшаңды кеп мына кино түсірші, мына тақырыпта мультфильм жасашы десең, жасауға болатын еді. Олай емес. Сондықтан балалар жылы деп біз бір жылмен келеміз. Біз өзі стратегиялықтан шаршаған жоқпыз ба? Биыл балалар жылы, ертең ауыл жылы, келесі жылы мәдениет жылы дейміз. Бірақ одан ауылыңның дамып кеткені шамалы, мәдениетіңнің өсіп кеткені шамалы. Сол баяғы жартас қалпыңда, таз кепеш қалпыңда тұрасың, ілгерде жылжымағасың, артқа да кетпегесің, не даму жоқ, не жоқ, әйтеуір ортасында талтайып тұрған қалыпта тұрмыз да. Құр уәдемен сендіріп. Сондықтан әр маман өзінің жұмысына, өзінің қызметіне жанын беріп, жүрегімен қызмет еткен жағдайда ғана қоғам алға жылжиды. Ал бізде қазір тек қана ақша алу үшін, я болмаса ебін тапса жымқырып кетуге дайын тұратын бір қоғамға айналып барамыз. Ал оны көріп отырған бала не істемейді? Ал өзіңіз балалар жылында қандай да бір туынды жаздыңыз ба? Жазып үлгердіңіз бе? Мен балалар жазушысы ретінде шынымды айтсам, әлі өзімнің алғашқы кітабымды шығарған жоқпын ғой. Кітабымды шығара алмай жүрмін. Өйткені мен қазір кітабымды министрлікке беретін болсам, министрліктің менің ұсынған кітабымның қолжазбасын бір баспа тендерден ұтып алады. Ол как попало өзіне анау ақшаны үнемдеу үшін әріптерін жаңағы шрифін кішірейтіп алады да суретсіз бір ұсқынсыз бір кітап шығара салады. Мен ондай кітап шығарғым келіп тұрған жоқ. Әр шығармаға сурет салдыртып, әр шығарманың аудио нұсқасын жасатып, оқытып шығарма кітап жасағым келіп отыр. Менің шығармаларым бар. Мысалға, iPhone мен кітап деген айтыс бар. iPhone мен кітап айтысады. Баланың тілі кәдімгі. Сағат деген мысалға. Мына смарт сағаттарға. Смарт сағаттан отырып, ата-ана үйден отырған баласының қайда жүргенін бақылай алады. Сол сияқты нәрселер жасағам. Бірақ әрқайсысына суретін салдыртып, аудио дыбыстатып шығарғым келеді. Бала оқыса да, көрсе де сөздік үйренетін. Бірақ кітап шығара алмай жатырмын. Ал оған ақша керек. Біздің қоғамда кітапқа ешкім ақша қойғысы келмейді.
балаға рухани азық беретін кітап жасап жатқан жоқпыз. Қазір кітапқа ақша бөлу бұл қоғамда ең ұятты нәрсеге айналып кеткен. Ондайға ақша бергісі келмейді біздің байлар. Біздің байлар қазір ақшаны қайда құяды? Анау бәйге береді десе, анау көкпар береді, анау ит төбелестіреді десе, соған ақша береді. Өйткені ол жерде ол ләззат алады бір сәт. Мынау осындайға ақша беріпті деп. Ал кітапқа ақша берді десе, ол күлкілі, олар үшін ұят жағдай. Ал бізде құндылық керісі айналып кетті. Көрдіңіз бе? Басқа нәрсемен өлшеніп жатыр ғой. Түсінікті. Енді бүгінгі қазақ балалар әдебиетіндегі жақсы дүниелерді атап өте аласыз ба? Бізде жақсы жазушылар бар. Мәселен, осы Атыраудың тумасы, мына Құрманғазы ауданының тумасы Серікбол Хасан деген балалар ақыны бар, керемет. Күшті бала, әкесінің қызы деген кітаптар жазды. Мына карантин кезінде қолымды жу деген өлең жазып еді, онысына балапан арнасы ролик түсірді, мультфильм сияқты. Балаларға арналған әндер жазып жүр. Жақсы ақын, балалар жазушысы. Керемет, кәдімгі баланың психологиясына, мінезіне, танымына сай өлеңдер жазып жүр. Кешегі Қадыр Тұманбай сияқты балалар әдебиетінің Әнуар ақсақалдар сияқты үлгісін жасап жүр. Сол сияқты Мейіржан Жылқыбай деген жазушы жігіт бар, жас жазушы. Оның Тауға саяхат, 41-ші өтіріктің соңы деген керемет ертегі әңгімелер жазып шықты. Осыларға жаңағы ақша бөліп мультфильм түсіретін болса, балалар телміріп соны көріп отыратын еді. Өкінішке қарай қоғамға жетпей жатыр. Одан кейін Рүстем Сауытбай деген фэнтези жанрында балаларға арналған Шоко әлем деген кітап жазған жігіт бар. Керемет жазып жүрген. Зәуре Төрехан, Әлібек Байбол, Нұрбек Нұржан сияқты жазушы өзімнің қатарлас замандастарымды мақтанышпен айта аламын. Еңбек сіңірген Ернұр Сейдахмет деген азамат бар, Жезқазғанда металлург, Жезқазғанда Қазақмыста жүріп, балалар әдебиетіне үлес қосып жүр. Біздің қазір санамыз тек қана жеңіл желпі нәрсеменен улап жатырмыз. Ал ол жерде ақын сөйлеу керек, ғалымы, жазушысы сөйлеу керек, рухани тағылымды әңгімелер айтылу керек. Сонда оны тыңдап отырған ата-ана болсын, қоғам болсын, алға жылжитын еді. Ал біз қазір жеңіл әзілге салынып, жеңіл ойлайтын, әзілкеш, жаңағы қу сөздің артынан жүрген халыққа айналып кеттік. Ұсақталып кеттік, шын айтқанда. Мультфильм деп қалдыңыз ғой. Бүгін таңда батырлар жырына арналған түрлі анимациялық мультфильмдер шықты. Балалардың көпшілігі оған қызығушылық таныта қоймады. Неге? Қаражаты аз, жұпыны болған нәрсеге әрине ешкім көңілі толмайды. Егер соған мына ұлтымның тарихын жасайым, мемлекетінің идеологиясын жасайым дейтін болса, ақшаны аямай, бала қызығын көреді, ел қызығын көреді, нәтиже шығады деп салатын болсақ, біздің Қабанбай, Бөгенбайлардан, Наурызбай, мына Исатай, Махамбеттерден, оның ар жағында Тоны Көк бар, Білге Қаған, естеміз, солардың күлтөгіндердің өмірінен біз керемет мультфильмдер шығаруға болады ғой, халықты оятатын. Бізде мықты талантты қыз жігіттер бар, жасай алатын, ойлайтын небір жігіттер бар, бірақ мемлекет қолдап атқан жоқ, содан кейін шетелге кетті көбі. Біздің талай мамандар шетелге кетіп қалды. Тіл білетін, ақыл ойлы, зиялы біздің білімді азаматтардың көбі шетелге кетіп жатыр. Өйткені Қазақстанда қолдамай жатыр оларды. Ал Қазақстанның байлар ақша салатын болса, ертең нәтижесі күтеді. Ол картошка емес қой, көктемде ектің күзде қазып алатын. Ол нәтижесі 5-6 жылдан кейін береді. Буын өзгергеннен кейін береді. Ал біздікілер бүгін ақша салса, ертең нәтижесін қызығын көргісі келіп тұрады. Ондай нәрсе емес. Балаға әдебиетке, ұлтқа деп ақша құятын кезде одан пайда табам деп емес, ұлтқа қызмет етем деп салу керек еді. Өкінішке қарай олай емес бізде. Бердібек Соқпақбаевтың өзінің балалық шағы туралы жазған кітабына біраз уақыт өтті. Содан бері қарай әлі балалар әлемде жақсы деген немене, жаман деген немене деген тақырыптан ауытқымай келе жатыр ғой. Балалар джунглиді аралап, бір қиялға ерік беретін өнерге қызықпай ма? Сіз мысалы бір шетелге шығып келетін болсаңыз, қандай тақырыпта, қандай кейіпкерді алып кітап шығарар едіңіз? Мен қазір шетелде тұрып жатырмын ғой, соңғы 3 жыл болды, Түркия мемлекетінде тұрып жатырмын. Түркияда түрік балаларына арнап бабалары туралы, Бабыр туралы, Күлтегін туралы, Тоны Көктер, Атилла туралы, Мөдеғаған туралы мультфильмдер, кітаптар жасатып жатыр. Анау ғұн заманында Қытай қорғанын қалай салды? Біздің бабаларымыздан қорыққаннан салған, сақ заманындағы бабалар рухын жаңғыртып баланы тәрбиелеп жатыр.
түріктің кішкентай бесіктегі баласының өзі мен түрікпін, түрік болып туу бақыт деп туады. Ал біздің қоғамдағы қазақтың баласы қазақ болып бақыт туу деп айтпайды. Қазақстанның баласынан сен кімсің десең, ол руын айтып шығады. Біздің қоғамда тәрбие дұрыс емес, біздің қоғамда идеология жоқ. Идеология болатын болса, біз керемет нәрсені түсіріп тастауға болады. Джунглиді емес, бізде джунглидің атасы да бар, бізде барса келмес бар. Қорқыттың аңызы бар. Анау Қорқыттың музыкасына, қобызына еліп, арқадан 40 қыз анау сыр бойына барады екен. Сол құмнан өткен кезде 40 қыздың 39 қызы өліп қалып, жалғыз қыз Қорқыттың жанына жетпеді емес. Содан керемет мультфильм түсіруге болады мысалға. Қорқыт неге көрді іздеді? Қорқыт неге өлімнен қашты? Оның бәрі философия, оның бәрі баланы тәрбиелейтін керемет жырлар. Мысалға, Махамбеттің өзінің өмірінен керемет мультфильм түсіруге болады, болмайды емес. Сценарийлер бізде дайын тұрған сценарий тұр мысалға. Махамбет өзі жазып кетті, Исатайлар, Сырымдар, Кенесарылар, бірақ соны пайдаланып отырған қоғам болмай тұр ғой, өкінішке қарай. Бала тәрбиесіне балалар әдебиетінің алар орны ерекше ғой. Жалпы, сіз өз балаларыңыз болатын болса, оларды қалай тәрбиелер едіңіз? Мысалы, бір балаға алдыңызға отырғызып қойып, күні-түні кітап оқы десеңіз, ол бала жалығып кетеді. Тәрбиеге қалай тәрбиелеп шығарар едіңіз? Мен қазір өзім әке образы дегенді өзіме жасап жүрмін. Үйдің берекесі, үйдің тірегі, қорғаны әке. Әкеде, үйдің тәрбиесін бәрі әкеде болады. Әйел адам үйдің ұйтқысы. Ер азаматтың тауып әкелген нәрсесін кәдесіне жаратып отырса. Бірақ баланың тәрбиесіне, баланың оқуына, баланың білімді азамат болуына, парасаттылығына әке жауапты. Мен болашақта өз баламды өзім тәрбиелеймін, әйелім емес. Тек әйелімнің міндеті баланың тазалығы. Қазақ қоғамында қазір керісінше алмастырма болды ғой. Мен мектепке баланың жиналысына әке барғанын қалаймын. Әке баланың жиналысына қатысу керек, әке баланың күнделігін тексеру керек, әке баланың сабағын оқыту керек бірге. Әкемен бірге бала оқып отырған кезде бала әкенің алдында именет, әкенің баласының алдында қорқып отырады, әкеге қарсы шықпайды, әкеден тыңдайды. Ананың қарғысы боқ дейді қазақ. Ананың сөзін тыңдамайды бала, бір құлағынан айтса екінші құлағынан шығып кетіп отырады. Әкенің қас қабағынан қорқады. Біз бүгін әкенің қоғамдағы образын жоғалтып алдық. Әке авторитет емес. Өзі оқымай тұрып баласына оқы десе, бала оқымайды. Өйткені әкесі телефон ұстап отыратын болса, баласы телефон ұстайтын болады. Әкесі боқтап, әкесі боғауыз сөз айтатын болса, бала да соны істейтін болады. Ұл тәрбиелеп, қыз бағып отырғаннан кейін әке баласының алдында авторитет болу керек. Әрбір ұл қыз мен әкем сияқты боламын деу керек. Өйткені үйдегі тәрбие әкеге байланысты болу керек. Мысалға, ер азамат үйде бала шағасының алдында шорти киіп майкамен жүретін болып, кіндігін денесін ашып жүретін болса, алдындағы қыз қоғамдағы ер азаматтардан ұялмайды, қымсынбайды. Өйткені әкесі оған тәрбие бере алмаған. Ол да ашық-шашық жүреді. Өйткені әкесі оның қызына дұрыс тәрбие бере алмаған, әкенің мейірімін ала алмаған. Одан кейін кім көрінген ақша беретін болса, соның артынан жүріп кетеді, соның астына түсіп қойнына жата салады қыз деген. Өйткені әке мейірімін қандыра алмаған қызының. Қыз әкесіне балмұздағын алып беріп, қыздың мынау жас ерекшелігіне келген кезде өзге көшедегі жігіт қызды сатып ала алмайтынды болу керек. Қыздың сенің фигураң керемет, сен әдемі екенсің деп мақтаса да, оның сөзіне қарамау керек. Өйткені қызға әкесі оны үйінде көріп қалған. Әкесінен көру керек. Бізде өкінішке қарай олай емес. Әкенің қоғамдағы орны жоқ, әкенің рөлі кетті, әке өзі дұрыс емес, біздің әкеміз алқаш, біздің әкеміз темекі тартады, біздің әкеміздің аузын ақ ит кіріп көк ит шығады, әйелменен қырылып отырады, әйелінің мойнына отырып алған, әйелге барлық жүк тартып қойған, әйел деген бір көнбес. Олай болмау керек еді. Әке араласу керек еді, әке даму керек еді, әке зиялы болу керек еді, әке оқыған кезде бала оқитын еді. Өкінішке қарай олай емес. Сондықтан біз әкелер қоғамындағы әкенің образын, әкенің рөлін арттыруымыз керек. Заманда солай болған. Біз қазір өкінішке қарай бәрін әйелге арттық та өзіміз диван батыр болып, диванда жатамыз таңнан кешке дейін. Сондай болып кетті ғой қазір. Қазіргі қоғамның рухани ахуалына тоқталайықшы әлі де. Қандай баға бересіз? Біздің қоғам күйісінен жаңылған, азып баратқан қоғам, шындап келгенде. Азып баратқан емес, азып кеткен қоғам. Ұлдан қылық, қыздан жаңағындай қасиет кетіп қалған қоғам. Қазір ел алдында жүрген ақсақал дегеннің өзі бата білмейді, батамен тосты айыра алмайды қазір. Ақсақал дегеннің абыздық, ақсақалдық өнегесі жоқ. Отанасы дегеннің өзінің сиқы қалмады қоғамда. Біз қазір эфирден бір көрініп, жұлдыз болып кетіп келгенде талант деп соған табынып отырамыз. Асыл мен жасықты айыра алмаймыз. Кім асыл, кім жасық білмейміз. Кімнің жұлдыз, кімнің шынайы талант екенін айыра алмаймыз. Қазір
Біздің қоғамда өзінің басында түк миы жоқ, бірақ әлеуметтік желіден подписчик жасап, әлеуметтік желіден өзінің оқырмандарын жинап алып, білімін сатып отыр. Өзінің басында түк жоқ, бірақ отырып ақылын сатады. Біздің қоғамға саудагерлердің қоғамына айналып кетті. Өте ұят нәрсе. Білім сатылмайды негізінде. Қазір біз білім сататын деңгейде. Абайды жаттап аламыз, тұлғаларды жаттап аламыз, соның сөзін қоғамға сатамыз. Абайды адвокат қылдық, тұлғаларды адвокат қылып алдық. Өзіміз бір жерден сүрініп кетсек, Абай солай айтыпты, Алаш былай айтыпты, анау былай айтыпты. Неге біз Абайды, Құдайды, тарихи тұлғаларды араластырамыз өзіміздің бақытсыздығымызға, өзіміздің тағдырымызға? Қоғам дұрыс емес, адам өзгертеді. Қоғам өзгерген түгі жоқ. Адам пейілі, адамның өзінің ындыны кетіп қалды. Біз қазір тоғышар болып барамыз, біз имансыз қоғамбыз. Иман дегеніміз тек сыртқы формаға айналып кетті. Одан кейін біз өзімізді білімді, мәдениеттімізді қоямыз. Қайдағы бізде білім мәдениет жоқ. Біздің білім мәдениет деп отырғанымыз 20 ғасырдың қараңғы адамының қолына су құйып беруге жарамайды. 20 ғасырдың ең нашар деген адамының өзі білімді, мәдениетті бізден қарағанда кіседі. Өйткені біз қазір білімді зиялы бола тұра, қоғамға мұсырымыз төкіп өтеміз, қоқысымыз жинамаймыз, өз үйіміздің ауласына қарамаймыз, көшеде қақырып түкіре саламыз, өз баламызға өзіміз екейміз, өз қоғамымызда өзіміздің кіндігімізден шыққан баланы өртеп жүруге, оны балконнан лақтыра салуға, оны өлтіре салу түкте емес қазір қоғамда. Қазір жаңалықтан селтетпейтін болдық. Етіміздің үйреніп кеткен соншалық, солай ма деп қойып отыра береміз қазір. Бұл кетпейміз. Қоғам бұзылып кеткен. Мал, екеш, хайуанның өзі олай істемейді. Хайуан біз саналымыз, хайуанға қарағанда сөйлей аламыз дейміз ғой, бірақ хайуанның өзі төліне шаппайды, хайуанның өзі өз төліне өзі тиіспейді. Ал біз қазір еркек-еркекке, қыз-қызға артылып кеткен заманға кеттік мысалға. Азғаны қоғамның, тозғаны. Сондықтан қазір біздің қоғамға Құнанбай керек болып тұр, қазір қамшысыменен тәрбиесін орындатын. Біз Құнанбайға зәру болып тұрмыз. Біз қазір қоғамға түзететін адамдарға зәруміз. Қазір ақсақал дегеннің өзі жас қыздарға арбаңдап, солардың көйлегін аңдып жүретін болса, ал жас жігіт не істемейді, алдындағы адам болса. Сондықтан қазір әр қазақтың азаматы қоғамды түзеуге, қоғамды алға жылжытуға үлес қосу керек. Енді мен мамандығым мұғалім ғой, ол жазушы, ғалым деген ол кейінгі нәрсе, ол мен үшін ол маңызды нәрсе емес. Жазушы дегендерді енді сіздер айтып отырсыз ғой. Мен мұғаліммін ғой. Қараңғылықтың, надандығын, адамдықтың таңына айналдыру адам болуым керек. Мен осы ел кезі мынандай қыстың көзі қырауда, басқа мемлекет тұрып атқанда Қазақстанға қайта-қайта келіп кездесу өткізіп жүрген бір еріккеннен бір атақ қуып бір атымды шығарайын деп жүрген емес. Әйтеуір бір қазақтың баласы білсе екен, мойнымдағы үйрендім, білдім, сол білген нәрсемді, ғылым садақамды, білім зекетімді берейін, қазақтың бір баласын оятайын, жүрегіне жеткізейін. 10 адам болса, соның тым болмаса біреуінің санасына бір нәрсені сіңіріп қоғамды алға жылжытуына үлес қоссам деген мақсатпен ералап сіздің Ақжайыққа келіп қалдық бүгін. Міне осы. Тамаша, қош келдіңіз. Енді үлкендердің тарапынан жастарға айтылатын бір сөз бар, патриот болыңдар деген. Көбісі патриот болыңдар деген сөздің мәнісін түсінбей жатады. Сіз қалай түсіндіріп берер едіңіз? Қазір біреуге ақыл айту оңай ғой, патриот бол деп. Өзі патриот болмаған адам біреуге қалай патриот бол дейді. Біз қазір бәрі құрғақ айтылады. Біз қазір айтып жатқан сөзіміз тілдің нәрсесі. Жүректен шығып жатқан жоқ. Жүректен айтпаймыз. Біз жүрекпен қызмет етпейміз біз халыққа. Мен патриот емес, мен ұлтшыл бол деп айтамын. Ұлтшыл болыңдар деймін барған жерімде. Ұлтшыл деген ол қорқатын нәрсе емес. Біз нацист пен ұлтшыл шатастырмайық. Нацист деген халықаралық термин, ол аударылмайды. Мысалға халықаралық терминдер бар ғой, экономика деген. Экономиканы сіз қалай аударасыз қазақша? Аударылмайды ғой. Сол сияқты нацист ол аударылмайтын нәрсе. Ұлтшылдық деген национализм. Ұлтшылдық ол мына қара тырнағыңнан хәл кетіп өлгеніңше өзіңнің ұлтыңды сүю деген сөз, өзіңнің ұлтыңа адал болу, яғни патриот деген сөз да. Ал ұлтжанды деген сөз бар, ұлтжанды мен үшін жек көретін сөзім. Ол ана бала жанды, ит жанды, мысық жанды, қатын жанды деген көп сөздің бірі ғана. Онда ешқандай рух жоқ. Ұлтшыл деген сөз мақтаныш болу керек. Мен ұлтшыл деген сөзбен мақтанам. Мен ұлтшылмын, мен қазақ ұлтшылымын. Кешегі алаш қайраткерлер Әлихан Ахмет, Міржақып, Халел, Жаханшалардың
бүгінгі жалғасы өкілімін мен, ұлтшыл болып. Сондықтан ұлтшыл деген атағыммен мақтанамын. Сондықтан әр қазақтың баласы ұлтшыл болатын болса, ұлтын сүйетін болса, қоғам алға жылжытын еді. Сондықтан бізге ұлттық сана керек. Өкінішке қарай бізде рулық сана, жіктік сана. Біз қазір руымызбен мақтанамыз, атамызбен, жерімізбен мақтанып жүрміз. Қазір мен мысалға Атыраудың баласы, мен Атырауды сүйем емес, мен Қазақстанды сүйем деуім керек. Мен барған жерде айтып жүремін. Мен Атырауға келетін болсам, мен Тайсойғанның баласымын деймін өзімді. Өйткені Тайсойғанда менің Халел әкем өмірге келген. Халел Досмұхамедұлы. Оралға баратын болсам, мен Бөкей ордасынанмын, Жымпитыданмын деймін. Өйткені ол жерден мықты тұлғалар шыққан. Таразға баратын болсам, мен ол жерден Меркіденмін деймін. Бауыржан, Шерхан сияқты туылған жер. Сол сияқты қазақтың қай даласына барсам, қандай мықты тұлға туған жер, ол менің де туған жерім, ол да менің жерім. Сондықтан біз әр қазақтың түкпір-түкпір ең қиыр нүктесіне дейінгі аралығын тасына шейін, құмына шейін сүйген жағдайда ғана мына елді сақтап, ұлан-ғайырдан қорғақ боламыз. Сондықтан менің ұғымымдағы патриотизм деген Қазақстанды бөлшектемей, бөле жармай, шетсіз, шексіз біртұтас сүю. Тамаша, түсінікті. Қалай ойлайсыз, қазақ жастарынан болашақта осындай ұлтшыл жастар шығады ма? Шығады. Өйткені қазіргі жастар білімді, мінезді, оқыған, тоқыған, иманды жастар бар. Сондықтан мен болашақтан күдер үзгім келмейді. Мұсылман халық жалпы болашақтан күдер үзбейді. Үмітсіз тек шайтан ғана. Біз болашақтан үміттенуіміз керек. Біз адамбыз. Біз ұрпақ тәрбиелеп отырмыз. Әрқайсымыз артымызға нәсіл қалдырғымыз келеді. Ал нәсіліміздің біз иманды, салиқалы, перзент болғанын қалаймыз. Сондықтан да Қазақстанның болашағы жарқын болады. Қазақстанның болашағына күмән келтірген адамның ой арасы тар, мүмкіндігі шектеулі. Мен мүмкіндігім шектеулі емес, Алла тағала мені керемет жаратты. Менің аяқ қолым бар, 62 мүшем сау, еңбек етуге жарамды болып тұрмын. Мен бойымдағы Алланың маған берген күш қуатын сарқа жұмсап қазаққа арнауым керек. Сол сияқты әр қазақ өзінің бойындағы күш қуатын еліне арнап жұмсайтын болатын болса, біздің қоғам мықты болады. Сондықтан біздің қоғамына мықты математиктер, мықты инженерлер, мықты механиктер, мықты ауыл шаруашылығы мамандар, мықты ветеринарлар, мықты дәрігерлер шығады. Соны шығаруымыз керек. Әрқайсымыздың біздің бойымыз Алаштың қаны бар. Сондай ұрпақты өмірге әкелу қыз бен жігіттің арқасы. Сол қыз бен жігіт бізбіз. Сондықтан заман біздікі. Енді біз үшін біреу келіп жағдай жасап бермейді. Бүгінгінің иесі де, қожасы да бізбіз. Әрқайсымыз өз өмірімізге құлшыныспен, махаббатпен, сүйіспеншілікпен кірісуіміз керек. Тамаша. Елдос мырза, уақытыңызды бөліп, біздің бағдарламамызға келгеніңіз үшін телеарна ұжыматына алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Сіздерге де рахмет. Аман сау болыңыздар. Осы қарт Каспийдің, Ақжайықтың, ежелгі қала Атыраудың, Дубай сияқты керемет бай қала болғанын қалаймын. Атыраудың жер асты, жер үсті байлығы біреулердің қалтасына емес, Атырау халқының тұрмыс тіршілігіне әсер етсе екен, осы қаланың шын мәнінде бай қуатты қала болғанын көргім келеді. Осы қаланың әуежайынан түскен кезде еңселі жарқырап тұрған керемет сән салтанаты, иманды, парасатты қаланы көргіміз келеді. Сондықтан да сондай күнге аман есен жетейік. Рахмет сіздерге де. Сізге де рахмет. Қымбатты көрермен, бізге берілген эфир уақыты осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Эфирде жүздесейік.